көрермендер, менің есімім Асенов Әліби, мен көп салалы индустриялық техникалық колледжінің 2-ші курс 524 тобының студентімін. Менің жетекшім Қазбаева Гүлмира Қалмақызы. Мен сіздерге бүгін ұсынатын жобам Эко автосервис, таза көлік, таза орта. Қазіргі таңда автосервис орындары экологияға зиян келтіретін қалдықтар шығарады. Біз табиғатты қорғауға бағытталған экологиялық таза автосервис моделін ұсынамыз. Күнделікті қолданылып жатқан автосервис май мен қалдықтар қоршаған ортаға зиян. Электр энергиясы көп жұмсалады. Шу мен түтін көп, қызмет көрсету құны жоғары. Ал біз ұсынып жатқан жобаның эко автосервис күн энергиясын пайдаланады. Қайта өңдеу технологиясы бар. Май қалдықтары қайта кәдеге жаратылады, экологиялық таза әрі үнемді. Біздің жобаның мақсаты энергияны үнемдеп, қалдықтарды қайта өңдеу арқылы экологиялық таза сервис ашу. Міндеттері қолданылған май мен сүзгілерді қайта өңдеу, күн материалдарын орнату, экожарық қолдану, табиғатты қорғау және дамыту. Біздің жобамыздың мақсатының ұстанымдары: бірінші, қалдық майды жылытуға пайдалану. Отын шығынын 30-40%-ге дейін азайтады. Қалдық май қоршаған ортаға төгілмейді. Қыста шеберхананы жылытуға мүмкіндік береді. Екінші ұстанымымыз: күн панелі арқылы жарық алу, электр энергиясын кететін шығын 40%. Күндізгі жарықта құрал-жабдықтар мен жарық шамдары күн энергиясымен жұмыс істейді. Электр үзілістері кезінде сервис үздіксіз жұмыс істеп тұрады. Ал үшінші ұстанымымыз: металл мен пластик қалдықтарды қоқысқа тастамайды. Қайта өңдеуден түскен табыс жобаның өзін ары қарай қаржыландыру көзі болады. Қайта өңделген материалдар жаңа бөлшектерге айналады. Бұл біздің жобаның шығын түрі. Яғни құрал-жабдықтарға, біздің жобамыздың құрал-жабдықтарына 500 мың кетсе, күн панеліне 200 мың кетсе, экожарнамаға 100 мың кетсе, қалдық өңдеу жүйесіне 50 мың, жобамен барлығы 850 мыңдай болады. Ал біз мысалы алғашқы жоба болғаннан кейін әлі жалға өзіміздің мекемелік орнымызды нақты белгілеген жоқпыз. Ал егер де осы жоба өтіп жақсы болашақ болып жататын болса, осы жобаның жалға мекемелік орнын жалға алып арға жүргізем деген мақсатта болып тұрмын. Бұл жобаның экологиялық пайдасы: табиғаттың ластаушы қалдықтар азаяды, энергия үнемделеді, жасыл экономика қағидаты енгізіледі, экологиялық мәдениет қалыптасады. Біздің жобаның нақты қорытындысы: эко автосервис экологиялық қауіпсіз, тиімді және табысты жоба. Бұл болашаққа бағытталған жасыл технологиялар мен инновациялардың үйлесімі. Біздің ұстаным таза көлік, таза орта. Назарыңызға рахмет.